Бүбүсайра Иматова апабыз, бул апабыздагы умайене ошол ноокаттагы мындайча айтканда коомдук иштер аялдар комитетинде иштеген эжебиз. Мына ушул топту канчадан бери жетектеп баардык жерлерге барып, баталарын берип, апаларыбыз бешик тойлордо, кыз узатууда баардык жерде активдүү катышып жүргөн апаларыбыздын бири. Сиз сүрөт билеңизчи? Азыр ырларыңыздарды ырдап коюңуздар. Бүткөндөн кийин эжелердин кичине белеги бар экен, чачыла чачат экен, баягы ырым-жырым менен эже. Анда эмесе, эмне кылалы? Анда алгач ошо ырым-жырым менен же ырыңыздарды баштайсыз бүтсүн. Ыр бүткөндөн кийин ошол ырым-жырымга көңүл бурабыз. Сиз даяр. Апабыз азыр ырым-жырымдарды жасай коелу деп атпайбы? Үйсен эже келесизби? Келиңиз дагы өзүңүз түшүндүрүп айтып коюңуз. Келиңиз. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a çeksiz maqtolar olsun, çeksiz şükürler olsun. Mana Moskvada bizim Kırgızistan'ın mırzaları, ayımları, şunday ayımlar, sopsonun, şair kızım, mıntep, ayallarda top mынандай iş-çara өткözүш деген өтө кыйын.
Москвада, Құдайға шүгір, Москвада, мына біздің Қырғызстанда әрі бір үйді бірден екіден балдарымыз бар. Ошол үшін мен айтамын, дүние жүзіміз тынч болсын, Қырғызстанымыз тынч болсын. Қырғызстандың ішіндегі момын мұсылман балдарымыз, ошы Москвада жашап атқан мырзаларымыз, айымдарымыз, қыздарымыз, балдарымыз барды аман болсын деп Құдайдан тілеп, ошы жерде отырғандар тілеп дуа қылабыз. Дуамызды Аллахым қабыл болсын. Не дейміз? Елі жұртымыз тыныштық, денсаулық, ынтымақшылық болсын дейміз. Елі жұртымызды бәле апатынан сақтасын, қырсық құрсуынан сақтасын. Балдарымыздың барын жақшыларға қоссын, жамандан адаштырсын. Жақшы тамақ жетірсін деп, дағы Құдайдан тілеп дуа қылабыз. Ушул Москва, Россия жерінде, Россия менен Украина, Алладан тілеп дуа қылабыз. Тынчылық болсын деп, бардығыз. Бәйбішелер, айрықша, тақажық мезгілінде сағат 3-те тұрасыңар. Ошы мезгілде Құдайдан тілеп дуа қылып тұралар. Дуамызды Аллахым қылғысын. Көбірек сөйлеп қойдым, сөйлеген сөзімізді кесіріп қойыстар. Еме баяқ қырғызымыздың салты бойынша шайыр қызым, мына бұл чачалауыз бар. Бұл жақтан қыздарым түшіп, бір намменен қантты чашып қойғыла, бұл жақтан түшіп, қыздарым чачалан чачып қойғыла, оның кейін да сөзді беріп қойсыңар, подарканы тапшырып қойыңыз кейін келді. Азыр чачаланы беріп қойылды, я? Мына біздің апаларымыз ушундай атайы ноокаттан бери шайыр кызыбызга, ошондой эле бияктагы диаспоранын өкүлдөрүнө деп элчиликке жана жалпы бул жерде отурган мекендештерибизге